Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен өрнекті ықшамдау деген сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Енді бізде мынадай есепте өте жеңіл түрде шығарып тастауға болады. Бөлшектің бөлімдеріне назар аударыңыздар. X минус 5 және де 5 минус x болып тұр. Демек, мысалына x пен 5-тің орнын ауыстыратын болсақ, ортақ бөлім беруді қажет етпейтін есеп. Демек, біз мына минусты алдына шығарып жіберсек, ол бізде таңбаға әсер етеді. X квадрат бөлшектің астында x минус 5 плюсіміз минус болып кетеді, 25, және де мына екеуінің орны жай ғана ауысып кетеді, x минус 5 деген сияқты. Бұл жерде мысалы түсіндіріп өтейін, не үшін олай екен. Мысалы 5 минус x дегенімізді былайдан жазсақ та болады, минус x қосу 5 деп. Енді минусты жақшаның сыртына шығарып жіберсеңіздер, плюс алдындағысы қарама-қарсы таңбамен кіреді емес пе? Тура осы жағдай болып тұр бізде. Мына алдындағы минус, бөлшектің алдындағы таңбаға әсер етеді, және де мына екеуі емін-еркін ауысып кете салады. Енді ортақ бөлім x минус 5-тің өзі болады, ал жоғары жаққа x квадрат минус 25-ті жазамыз. Енді 25 деген бұл бізде 5-тің квадраты, демек бізде x минус 5, x плюс 5 деп екі мүшенің айырымының квадраты деген формуланы қолданамыз. Сөзде x минус 5 жасалады бізде. Демек, x плюс 5 бізде жауап болады. Келесі есепке кеттік. Енді келесі есепте бізде қарасаңыздар, бөлшектің астында жақшаның сыртында квадрат бар. Демек, мысалы, бұлнандай түсініктеме жүргізейін сіздерге. Мысалы, 3 азайтылған 1-дің квадраты десек, бұда 2-ның квадраты болады, тең 4. Орындарын ауыстырайық осыны. 1 минус 3-дің квадраты минус 2-ның квадраты тең бәрібірде 4 болады. Кез келген санның квадраты оң сан деген қағида бар ғой. Демек, біз мына жерде сыртында квадрат тұрғандықтан x пен 2-ның орнын емін-еркін ауыстыра бересіздер. Сол кезде x-тің квадраты бөлшектің асты бізде x минус 2-ның квадраты азайтылған 4. Демек, мынаны x минус 2-ның квадраты деп жаза бересіздер. Ешқандай минусы шықпайды бұның. Себебі жақшаның сыртында квадрат болғандықтан. Енді ортақ бөлім бізде бірдей, x минус 2-ның квадраты біреуін жазамыз, үсті бізде x квадрат азайту 4 болады. Енді бұны да формуламен ашатын болсақ, x минус 2, x плюс 2 болады. Бөлшектің асты x минус 2-ның квадраты деп аламыз. Демек, мына жерде квадрат пен x минус 2 қысқаратын болса, x плюс 2 қалады, алымында бөлімде x минус 2 қалады. Енді келесі есепте жақшаның сыртында енді алдыңғы есепте квадрат емес, куб болғандықтан бұл минус бұл жерде алдына шығады бізде. Демек, тура бірінші есептегі жасаған сияқты жасаймыз. X-ің квадраты қосу 4, бөлшектің асты x минус 2-ның кубы. Демек, мына таңбаға әсер етеді. 4x азайтылған 2 азайтылған x минус 2-ның кубы. Минусты алдына шығардық, және де орындағыларын ауыстырып жібереміз. Бұның дәрежесінде куб болғандықтан минус алдына шығады. Енді ортақ бөлім x минус 2-ның кубын жазамыз. Ал жоғары жақта x квадрат қосу 4 азайту 4x болады. Енді бұны мысалы жоғары жағындағыны былай жазып алуымыз керек. X квадрат минус 4x қосу 4 күйінде. Демек, бұл бізде қандай формулаға кеп тұр? A квадрат минус 2AV қосу V квадрат деген формулаға келеді. Оны біз толық квадрат түрінде алатын болсақ, A минус V-ның квадраты деп аламыз. Демек, мынауымыз бізде x минус 2-ның квадраты болады деген сөз.
Енді жоғары жақта біз бірден жазып кетейік x минус 2-нің квадраты. Бөлшектің астында x минус 2-нің кубы. Демек, мына жерде квадрат дәреже кішісі толық кетеді, ал астында 3-ті сызып жібереміз. Бөлшектің алымында 1 қалады, бөлшектің бөлімінде 2 қалады. Мына осылай есеп бізде шығады екен. Енді келесі есепті көрейік. Келесі есепте мысалы мынау мына жерде жіктеуіміз керек бізге екі жақшаға. Мысалы ең бірінші осыны жазып алайын. X квадрат азайтылған 3x азайту 4. Енді бұл жерде байқап қарасаңыздар, дискриминантпен шығарып кететін боламыз. Бірінші коэффициенттерін жазып алайық. А бізде 1-ге тең, Б деген бізде минус 3-ке тең, С деген бізде минус 4-ке тең. Дұрыс қой, А дегеніміз x квадратын алды, Б дегеніміз x-ін алды, С дегеніміз бос мүше минус 4-ке тең. Дискриминант формуласы бізде v квадрат азайту 4ac. Демек, минус 3-тің квадраты азайтылған 4 көбейту 1 көбейту минус 4 тең дейміз. Демек, минус 3-тің квадраты 9. Мына жерде минус 4 болғандықтан плюс 16 болады да, тең 25. Тең 25 дегеніміз 5-тің квадраты деп жазып алайық. Енді бізге x1-ді және де x2-ні табу керек. Формула бізде минус b плюс минус түбір астында d бөлу 2a. Демек, бізде формулада b-ның алды минус болып тұр, және де b-ның мәні минус 3-ке тең, 2 минус бізде плюс 3 деп жазамыз. Плюс минус түбір астында 25, одан 5 шығады деп бірден жаза берейік. Асты 2 көбейтілген 1 болады. А бізде 1-ге тең. Демек, бізде 2 шықты. Бірінші x1-ді есептейік, азайтсақ, 3-тен 5-ті азайтсақ, минус 2, оны 2-ке бөлсек, минус 1 шығады бізде. Енді екіншісі x2-ні табамыз. Қосатын болсақ 8, 8-ді 2-ке бөлеміз, 4. Енді бұл жерде сіздерге мына формуланы еске түсіру керек. Көбейіштерге жіктеу үшін a x минус x1 және де x минус x2 деген формула. Осы формула арқылы біз көбейіштерге жіктеп аламыз. Сол кезде бізде a-ның орнында 1 тұр. Мына жерге a-ның орнында 1 тұр. 1-ді жазбаймыз. Тура осы формуладағыдай жасаймын. Мына жердегідей. x1-іміз бізде минус 1-ге тең, формулада минус 1 плюс 1 болып кетеді. Және де келесісі бізде x азайтылған 4 болып кетеді. x2-ның мәні 4. Демек, біз есепті шығаратын болсақ, мысалы, екінші деп мына жаққа алайын. Мынаны толық жазып алам жақшаның үшін. 3 бөлінген x минус 4 қосылған 4x минус 6 және де бөлшектің бөлімі бізде жаңа ғана дискриминант арқылы жіктегенді астына жазып алам. x минус 4 болады. Және де қосылған 2x қосу 1 тең дейміз. Енді мысалы, мына жерде ортақ бөлім беретін болсақ, жоғын бере саламыз. Мысалы, мынада x плюс 1 жоқ. Мынада екеуі бар, демек 1 беріледі. Ал мынаған x минус 4-ті бересіздер. Бөлшектің асты x қосу 1, x минус 4 күйінде қалады. Барлығын бір бөлшекке жазамыз. Енді 3-ті x-қа және де 1-ге көбейтіп шықсақ, 3x қосу 3 болады. Қосылған 1-ге көбейтетін болсақ, бізде 4x минус 6 өзі шығады. Қосылған. Енді мына жерде 2x-ті x-ға көбейтсек, 2x квадрат азайтылған 8x болады. Тең. Бөлшектің астын жазам қайтадан. x қосу 1, x минус 4. Енді біріншісінде бізде дәреже үлкені жазылады, яғни 2x квадрат мәні. Одан кейін x барларды. Мысалы, 3x, 4x азайтылған 8x болып тұр. 3x-ке 4x-ті қоссақ 7x, одан 8x-ті азайтсақ минус x болады. Енді сандар 3 азайту 6, ол бізде минус 3 болады.
Так, енді осыны біз үшінші деп қойын. Осы жазылғанда мен не істеуім керек? Сыртында x көбейтілген, мынау тұр ғой, соған көбейтіп аламын. Сол кезде бізде былай болады екен. Негізі битсек те болады мына жерде. Мынаны қазір бірінші тура бағанағы дискриминант сияқты жіктеп алсақ болады. Сіздер видеоны паузаға қойып өздеріңіз жіктеп көріңіздер. Қазір мен бірден жіктеп тастауға тырысайын енді. Бірден дискриминант так астына жазып алайық. 2x квадрат минус x минус 3 тең. Бізде дискриминант 1 болады, қосылған 4 көбейту, 4 көбейту 2, 8, 8 3-ке көбейтетін болсақ 24 тең 25 шықты. Енді x1, x2 табуымыз керек. Мен бірден есептеп кетіп отырмын. 1 плюс минус 5 бөлінген 4 болып тұр. Бізде x1-міз бірінші азайтсақ минус 4, бөлсек минус 1 болады, x2. Қоссақ 6, 6-ны 4-ке бөлсек 3 бөлінген 2 шығады екен. 3 бөлінген 2. Енді мынау формула сияқты есептеп шығарамын. Мына қызылмен жазылған. Демек, бізде a-ның орнында 2 тұр, демек 2-ні жазамын. X минус болатын болса, мына жерде 1-дің алды плюс болып кетеді. Формулада минус тұр, мына жақта минус тұр. Мына жеріміз x азайтылған 3 бөлінген 2 болады. Енді мен жақшаны ашатын болсам, мына 2-ні мына жақшаға көбейтуім керек. Себебі оның бөлшегінің астында 2 тұр. Демек, бізде қалай болады есеп? X плюс 1 өзі жазылады бірінші жақша. Жақшаны ашқан кезде 2x азайтылған. Мына 2-ні 2-ден 3-ке көбейткенде 2 мен x қысқарып кетеді. Жауабы бізде 3 болады. Шамалы ұзақтығы шығып жатыр енді. Так. Енді келесі 4-ші деп қойық. 4-ші осы. Енді мына жерден біз қарасаңыздар, мына жерде осылай жіктеп жазылған. X қосылған 1. 2x азайтылған 3. Асты бізде x қосыл 1 және де x азайту 4 күйінде қалады. Енді көбейтілген, анау бағанағы дөңгелек деп қойғанды жазамын. X 2x минус 3. Енді қысқартамыз, x плюс 1 мен x плюс 1 қысқарады, 2x минус 3 пен 2x минус 3 қысқарады. Сол кезде бөлшектің алымында x қалды, бөлімде x минус 4 қалды. Ана есептің жауабы. Міне осылай есеп бізде шықты. Құрметті оқушылар, бұл жерде біз квадрат 3 мүшені көбейіштерге жіктеуіміз керек, яғни мына формуламен. Одан кейін болды. Ортақ бөлім беріп дұрыстап есептей алсақ, бізде есеп шыға береді екен. Жақсы назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта көріскенше.